өздерін әсәріміз деп айтатын жамағаттар пайда болған. Бисмилля, күнімізде әлемде, соның ішінде әсіресе Қазақстанда, Атыраудың өзінде болсын, өздерін әсәріміз деп айтатын жамағаттар пайда болған. Бұл әсәрилер деген кімдер? Тарихта сондай топ болған ба? Соған қатысты сөз қозғайтын боламыз. Әсәрилер деген сөз, әсәр деген сөзден шыққан, әсәр деген хадис немесе сахабаның сөзі немесе табиғиннің сөзі деген сияқты мағыналарды береді. Яғни бізге сол кісілерден, сәләф ғалымдарынан жеткен мәселелерді айтады әсәр деп. Енді осы тарихта өздерін әсәріміз деп атаған ғалымдар болған, олардың көпшілігі Ханбали мазхабынан шыққан атақты өкілдері, имам Захаби сияқты ғалымдар өздерін әсәріміз деп атайды. Енді біздің күніміздегі өздерін әсәріміз деп атайтындар соларға жата ма? Немесе бұл кісілер Тайми, яғни имам Ибн Таймияның артына ергендер ма? Немесе Уахаби, Мұхаммад ибн Абдул Уахабтың артына ергендер ма? Деген сияқты мәселені қозғайық. Күнімізде әсәріміз деп жүргендер Ханбали мазхабын ұстанбайды, себебі Ханбали мазхабында белгілі қолды кіндіктен төмен ұстайды. Яғни Ханбали мазхабында негізгі көзқарас қолды кіндіктен төмен ұстау. Яғни бұл кісілер бірақ олай ұстамайды. Немесе ақида мәселелерінде Ханбалилер ақида мәселесінде Ибн Таймияның жаңағы таухидты үшке бөлу немесе Аллах тағаланың затында өзгерістер болады деген сияқты түсіндірмелерін қабылдамаған. Олар қалай келді, солай қабылдаймыз, ой жүгіртпейміз деп айтады. Алдағы уақытта да рилстарда Ханбалилермен, яғни шынайы Ханбалилермен қазіргі сәләфилердің немесе уахабилердің айырмашылықтарын айтып отыратын боламыз. Сондықтан өздерін қандай атаумен атаса да әртүрлі атауларға алданбай, шын сенімдерін ажыратып алуға тырысайық. Аллаху а'алам.